Сәлем достар, біз ағылшын тілінен нұсқа талдайтын боламыз. Қазір мен нұсқа талдау сабақтарын көрсететін боламын. So, let's go started. So, here first one, it's correct preposition for phrasal verb. They look at me. Which phrase is correct? In my opinion, here, look it up. Look it up. Correct. Мына жерде фразада менің ойымша look it up деген дұрыс болады. Себебі they look it up me. Қазір тексерейік. Бұл фразалық жетістікті. Look it up. Міне look it up. Міне бізге осындай сол жерде мысалға фразада шатаспау үшін бізге осындай фразал вебтер жаттау керек. Мысалы, look it up. My financial situation is looking up at last to become better. Мына жерде look up to become better деген мағына береді. Мен бұл жерде осы вариантты белгіледім. Деген вариант. So next one. The letter A is read differently. A әрпі differently дегеніміз әртүрлі. Басқаша деген мағына береді. Мына сөзді жаттағаныңыздар бұл өте керек. Енді біз сол A әрпінің басқаша оқылатын табуымыз керек. Cart, banjo, footballer, actor, banker. Маяқта мысалға осы жерде біз таппай жатырмыз да. Мысалға cart, banjo, footballer, actor, banker. Мысалға banker, footballer, cart дегендер бірдей оқып тұр. Маяқта banjo дегендерден бұл жерде мысалға actor деп ки әрпіне басымдық беріп тұр. Сонда бізде осы варианты дұрыс деп алады екенбіз. The appropriate suffix word, the word host. Бұл жерде бізде суффикстарды жаттауымыз керек. Мысалға, er суффиксі наунға. Мысалға айтатын болсақ, teacher деген кезде бізге ера әрпі жазылған мынандай. Ера. Өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Сол кезде бізде ол наун болады екен. Teacher деген бізде наунға жатады. Маяқта homeless, s деген бізде ол adjective болады. Homeless, үйсіз деген сияқты. Бұларды сөйтіп жаттап алуға болады. Мысалға host, бұл жерде варианты дұрыс болады. Hostess дегеніміз үй иесі деген мағына береді. Сонда бұл жерде hostess үй иесі наун болып тұр. Homeless деген кезде де наун болады. Homeless деген үйсіз деген сияқты наун болады. Ес жалғадым.
correct form of the verb to be. Knowledge, powerful. Бізде to be десе, нені іздейміз? Am is арды іздейміз. Бұл жерде were бізде pastқа жатады. Been дұрыс емес. Бұл жерде is to be, және де are to be, және де am to be. Енді бұл жерде бізде, мына жерде a артиклін көріп тұрмыз, иә? Сондықтан біз жекеше түрде белгілеткенбіз. Сонда дұрыс варианты a. Knowledge is a power. Білім ол күшті деп айтып тұр бұл жерде. Сонда is варианты болады екен. Неге? Өткен яқта a артиклі тұр. Complete this sentence. People have always believed that. Бұл жерде менің ойымша that дегеннен кейін ешқандай артикл келмейді. People have always believed that dreams. Сосын бұл жерде көпше тұр болыпты. Dreams contain secrets. So here is 0, 0. Еш нәрсе болмайды. That dreams. The odd word. Rainy. Астынан бастақ. Cloudy. Cloudy дегеніміз бізде салқын, бұлтты деген мағына береді. Foggy. Тұманды. Happy. Бақытты. Snowy. Қарлы. Rainy. Жаңбырлы. Бұл жерде odd word дегеніміз оғаш сөз. Яғни бізде бұл жерде оғаш сөз табымыз керек, яғни керек емес. Мына rainy, snowy, foggy, cloudy бұлар табиғатқа айтылған. Сондықтан мынау happy деген қуаныш деп тұр. Осы бізде дұрыс варианты болады. С варианты. The sentence in the reporter speech. I think we know reporter speech, right? Reporter speech бізде төл сөзден төлеу сөзге ауыстыру керек. I don't have much free time. Енді осыны біз өзгертуіміз керек. Қазір. She said that she неқта I бізде неқта sheға өзгерген міне, дұрыс. Бізде мына жерде don't бізде present simple өзгереді past simpleға. Яғни present simple бізде past simpleға өзгереді. Яғни she said that she дұрыс емес. Бұл present simple. Еще does болып тұр. Дұрыс емес. Have дұрыс емес. Had дұрыс емес. Has дұрыс емес. Сонда дұрыс варианты C болады. She said that she didn't have much free time. So let's get 8. The correct variant. Дұрыс варианты тап дейді. Annual plants and animals in your country. So here is the way we should look at Annie. Бізде мына жерде Annieға қарайық. Annie бізге қай кезде қолданылады? Annie бізде болымсыз түрде ғана қолданылады. Мына жерде болымды болып тұр. Бұл дұрыс емес. Сұраулы. Are there any rare plants and animals in your country? Мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс болады. Неге себебі? They aren't any rare plants and animals in your country.
Бұл жерде бізде әну тұрғандықтан болымсыз болады. Мысалға тексеріп көрейік. Әну. So, әну. So, here's a look at they are not any apples on the table. Біз мына жерде болымсыз түрде қолданып тұрмыз мына. Мына жерде болымсыз. Ал бізде сұраулы түрде болған кезде біз ешқандай болымсызды қолданбайды екенбіз. Егер де ол болымды болатын болса, біз бұл жерге болымсыз, яғни негатив болатын болса, негатив қолданамыз. Сұраулы түрде болса, онда кәдімгі сұраулы түрде ешқандай негатив қолданылмайды. Сонда қараңыздар, бұл жерде біз дұрыс вариант бұл жерде қайсы болады? Дұрыс вариант бізде бұл мынау болады. V варианты болады. V. Are there any rare plants and animals in your country? деген. Are there? It's correct variant. Why? Because here is the showed rules. Anu. There are not any apples on the table. Are there any apples on this table? Егер де болымсыз түрде болса, онда not болса, біз әні қолданамыз. Егер де ол сұраулы сөйлем болса, бізге ол жерге болымсыздың керегі жоқ. Кәдімгі болымды түрде are there any apples on the table деп жазыла береді екен. So let's get 9. Correct sentence which use it to. So when we use it to, we use it to past situation. So first we look parent A. He is used to read at school a lot. So here is the. Мынақта is деген тұр. Is деген бұл жерде дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. Kairat got used to English food quickly. Got used to. My sister uses non-correct. Never use a knife to open a can. Non-correct. He used to play tennis well. It's correct. Мысалға қараңыздар, мына V варианты дұрыс деп ойлауларыңыз мүмкін да. Бірақ та бұл жерде got деп тұр. Бізде got дегеніміз мына былай болады. Get-тен кейін бізде got и gotten болады. Ал бұл жерде бұл дұрыс емес. Дұрыс вариант мынау. He used to play tennis well. Ол теннисті күшті ойнаған да, жақсы ойнаған. Қазір бірақ ол ойнай алмайды деген сөз. Өткен шақта болған нәрсе, значит. So next it's 10. Complete the sentence. Is known as one of the most educated cities in Canada. So Washington білеміз, я? Бұл Америкада орналасқан. Moscow бұл Москва, Россияда. London, England. New York, of course, America. So here's the one. Ottawa бізде ол Канаданың астанасы. Осы вариант дұрыс болады. So next one is 11. The suitable sentence of if past perfect would have plus past participle and verb 3.
So this suitable sentence of бұл жерде бізде conditionals, of course. We should find conditionals. It's easy. Past perfect, which have past participle verb 3, it's third conditional. So we should need third conditional. If I drink coffee at night, I can't sleep. So let's check. If I drink coffee at night, I can't sleep. It's present simple and the present simple. It's first conditional. Present simple and the present simple, it's zero conditional. Here is a present simple and the present simple, zero conditional. If you had a map, we couldn't have lost our way. It's correct variant. Here's the past perfect. Here's the would, have, and the verb 3. That one is correct. C. If you don't revise, you won't pass the exam. Here we should know one thing. It's second conditional. No, correct. It's the lift doesn't work. I get out of bed. It's present simple and present simple zero conditional.